Сәлем көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен асқабақтан кремовый сорпа жасаймыз. Бізге қажетті заттар, бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, бір дана жуа, және де менде 800 грамм асқабақ, 3 тісше сарымсақ немесе чеснок, және де бір картоп керек болады. Барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Өте оңай және жылдам жасалады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте тойымды және күз мезгілінде қазір асқабақ өте арзан. Осы кезде жасап ішсеңіздер болады, керемет болады. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай асқабақты да төртбұрыштап кесіп аламыз. Барлығын төртбұрыштап кесіп аламыз. Жуаны да, картопты да, асқабақты да. Өте жылдам жасалады. Оған ет қажет етпейді. Аяқ астынан үйде тамақ пісіретін болсаңыз, осыны сізге жасауға кеңес беремін. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай мен кішкентай кастрюльге жасайтын боламын. 3-4 адамға жететін ғана жасадым. Өзімізге кастрюльге сұйық майымызды құйып, алдымен жуамызды, онан соң сарымсақты қуырып аламыз, кішкене сары түс болғанша. Одан кейін картопын және де асқабақты салып, және де үстіне тұзын бұрышын салып, жақсылап қуырып аламыз. Барлығы бейнеде толық көрсетілген. Және де бұл жерде суды көп мөлшерде құймайсыздар. Суды тек қана осы картоп пен асқабақтың бетін жауып тұратындай ғана су құямыз, азғантай мөлшерде. Бейнеде барлығы түсінікті. Және де мен бұл жерде қайнаған су құйдым. Өзіңіз салқын су құйсаңыздар да болады. Маған жылдам дайындау керек болды. Сол үшін мен ыстық су құйып, жылдам пісіріп алдым. Және де міндетті түрде сарымсақ қосыңыздар. Ол тағамға өте керемет дәм береді. Өзіңіз ішіп көрген кезіңізде дәмі де, иісі де керемет болып тұрады. Міндетті түрде қосыңыздар. Және де бұл жерде картоптың орнына сәбіз қоссаңыздар да болады. Немесе картоп, немесе сәбізді қоссаңыздар да болады. Екеуімен де керемет шығады. Қуырылып дайын болған тағамымыздың үстіне қайнаған суымызды құйып, аз мөлшерде тағамымызды пісіріп алатын боламыз. Және де қазір бейнеде көресіздер, пісіп дайын болған сорпамызды қалай езетінімізді барлығын бейнеде көрсететін боламын. Осылайша қайнатып аламыз. Және де бұл жерде мен артық сорпасын құйып аламын. Себебі қатты сұйық болып кетуі мүмкін. Егер қою болып жатса, аз-аздан сорпасын қайтып құйсаңыздар болады. Бұл жерде мен блендермен езіп аламын. Және де мен 100-150 миллиграммдай сливка қолдандым. Сливка өте керемет дәм береді, және де әдемі түс береді. Міндетті түрде сливка болса қосыңыздар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде сорпа кішкене қою болғансын, мен үстіне қайтып сорпасын құйдым. Және де үстіне қазір сливкасын құятын боламын. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып,
комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Асқабақтан жасалған сұрпамыз осылайша дайын болды. Жылдам және оңай. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.